Үйретейін деп жатқаным 8 айлық жабағы даладан ұсталынып әкелген. Әкелгенімізге бір жұмадай болды. Жуас, бірақ мінілмеген. Кішкене үркектігін басып, қыдығын кетіріп жатқан түрін бауырым бірінші рет мініп атқасын, беті қайтып қалмасын деп құлап. Бұл баланы танитындар бар, танымайтындар бар. Қазір ссылкасын қоям, сол арқылы көрсеңіздер болады. Басқа да видеолары бар бұл балан. Бәрекелді, міне кішкене қорқақтап тұрды, бірақ оны көрсеткен жоқ, білдіртпеді. Жабағы көріп тұрғандарыңыздай қатты қимылдап секіріп жатқан жоқ, тек айналып, енді табиғатында бар нәрсе жаңағындай үркіп жатыр. Екі жабағының біреуі менікі, біреуі осы бала таңдап алды. Ханшайым деп қойды есімін. Апайымызбен ақылдасып, балаға телефонда отырып қалмасын деп телефон, велик алып бергенше жабағы алып бергенде жөн көрдік. Қазір білесіздер, ауылда біз ат мінетін бала сирек қой. Оның үстіне біздің тұратын жеріміз кішкене поселокта, енді сәл қала аралас жер болғандықтан ат мінетін бала жоқ десе болады. Соларға кішкене үлгі болып, қызықтырып, міне біз алғаннан кейін де басқа ата-аналар мотивация алғандай балаларына жабағы әпереміз деп оқталып жатыр. Түсіп қайта мінгізіп жатырмын жерде. Жабағы жақсы көніп қалды. Енді әзірге бас біліп, неткенше осылай ұстап, қасында жүре тұрам. Бірінші рет мініп тұр бұл бала. Екіншісі кішкене менікі бол асаулау. Оны да үйретеді. Сол кезде саламын видеомызды. Ағашпен жаңағындай құйрығына үркітіп, сөйтіп қыдығын кетіріп жатырмыз. Мына жерде құлап қалады. Бірақ видеоға кадрға түспей қапты, операторымыз жоқ. Құлайтын кезде сол мойнына жабысып біраз жүрді, құламай. Яғни күші бар, күреске баратын бала ғой, кішкене күші бар. Сәл атқа енді ыңғай шығады деп ойлаймыз, Алла қаласа. Балалар енді кімге қарайды? Үлкендерге қарайды ғой. Бәріміз бір Қытай мотоцикл мінеміз. Ат мініп жүргенімізді көрсе балалар да қызығып мінгісі келеді. Осы жазда видеолар бар, қазір міне тағы да ссылкасын қоям. Өзім атпен жүргеннен кейін көп балалар қызықты, мінгісі келеді. Соған ойладық, сол осы жабағы алу керек, балаларға мінгізу керек деп. Ат мінген бала жалпы жақсы болады деп көп жерден естіп атамыз ғой. Жақсы болады, жаман болмайды деп. Шынымды айтсам, құрметті ағайын, сол асып тасып бара жатқан түгіміз жоқ, ел қатарлы жала қаламыз. Содан кішкене жаз бойы соқ бір болмайтын нәрсе тәтті, соларды бас тартып, осындай балақайдың кішкене арманын орындаған түріміз ғой. Мына жерде кішкене азғантай тәжірибемен бөлісіп жатырмын. Құрметті атбегілер, каналыма жазылып, лайк басып, комментарияға ақылдарыңызды айтып отырыңыздар. Сіздерден біздің үйренеріміз көп. Ханшайым шөлдеп қалған ғой, жерден қар тістеп, үстіндегі баланы ойлап жатқан жоқ. Жүгеннің өзін біреуден сұрап алғанбыз. Ер-тоқымды ала жазса, оның бәріне қол жеткіземіз деп ойлаймын. Видеомызда мәресіне жетіп қалды. Ұнаса лайк басып кетіңіздер. Келесі видеоларда кездескенше амандықта, саулықта болыңыздар.